мойын шандырлары Шевкуненко бойынша 5 шандырды ажыратады. Алдарыңызда тұрған сызбамен қазір түсіндіретін боламыз. Бұл енді жалпы мойынның көлденең кесіндісі, мынау тұрған сыртында тері және мынау мойын омыртқалары. Енді беткей терінің астынан бастап есептейтін болсақ, Шевкуненко бойынша 5 шандырды ажыратамыз. Бірінші шандыр бұл мойынның беткей шандыры фация коли суперфициалис. Енді терінің астында терасты шелмай қабаты бар. Оның астында алдыңғы жақта мускулус платизма орналасқан. Мускулус платизма орналасқан. Екі жақта да. Осы аптада оқып жатсыздар. Мускулус платизма. Мойынның беткі шандыры осы мойынды жаға тәрізді қоршап жатады. Сөйтеді де, осы мускулус платизманы екі жағынан қоршап, оған шандырлы қынап түзейді. Сөйтеді де, мойынды арттан алдыға қарай толық жаға тәрізді қоршап жатады. Ал жалпы бұл мойынның беткі шандыры, бұл жалпы денедегі барлық тері астында жататын беткі шандырдың жалғасы болып табылады. Келесі мускулус платизманың астында алдыңғы жағында ол мускулус стерноклейдомастоидеус бұл шығып жатыр. Мускулус стерноклейдомастоидеус жатыр. Артқы жағында мускулус трапезиус жатыр. Екінші шандыр Шевкуненко бойынша мойынның меншікті шандырының бетке жапырақшасы ламина суперфициалис фация коли проприя. Бұл жоғарғы жақта мойында, яғни төменгі жақтың жиегінен ары қарай, ол фация паратоидия мен фация массотерикаға жалғасып кетеді, ал төменгі жағында төстің сабымен бұғананың жоғарғы алдыңғы жиегіне бекиді. Ал бүйірге қарай, ол алдыңғы жағында мускулус стерноклейдомастоидеусты қоршап шандырлы қынап түзейді. Алдыңғы жағында. Сосын бүйір жағында ол мойынның көлденең өсінділеріне мынадай тәж береді, шандырлық. Көлденең өсінділеріне келетіндей тәж береді. Сөйтеді де артқы жаққа шығады да мускулус айтқан трапезиусты жан жағынан қоршап оған қынап түзейді. Сөйтеді де мойынның жоталық осындысына бекиді. Сөйтеді де мойында бұл шандыр бір-бірімен байланыспайтын артқы және алдыңғы шандырлық осындай бөлімдерге бөледі. Сондықтан мойынның осы артқы бөлімі немесе алдыңғы бөлімнің іріңдіктері болатын болса, ол алдынан артына немесе арттан алдыға қарай өтпейді. Осы шандырмен тұйық бекітілген. Келесі үшінші шандыр ламина профунда фация коли проприя. Мойынның меншікті шандырының терең жапырақшасы. Енді мускулус стерноклейдомастоидеустың тереңінде астында бұл осы аптада оқып жатсыздар. Тіляс сүйегінен жоғары және төмен орналасқан бұлшықеттер бар. Төмен орналасқан бұлшықеттерде мускулус стернохиоидеус, стернотироидеус және тирохиоидеус 3 бұлшықет орналасқан. Бұл үшінші шандыр, бұл тек қана мойынның алдыңғы жағында трапеция тәрізді болып табылады. Ол міне алдыңғы айтқан екінші шандырға қосылып кетеді. Мынау міне екінші шандыр. Қосылып кетеді де, жаңағы тіляс сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттерге жеке-жеке қынап түзейді. Мінекей екінші жағынан да қосылады, қынап түзейді де, ол мойынның алдында қарамағыш қосылады. Осы жерде ол төменгі жағында ол жаңа айтқан төстің сабымен бұғананың жоғарғы жиегінің артқы жиегіне бекиді. Нәтижесінде осы екі шандырдың арасында спациум интерапоневротикум супрастернали осындай кеңістік қалыптасады. Бұл кеңістіктен тұйық шектелген және трапеция пішінде болып келген жаңа ғана осы бұл шандырда біз айтып өттік. Бұл үшінші шандыр. Төртінші шандыр енді мойынның ішкі шандыры фация эндоцервикалис деп айтылады. Бұл енді мойын аймағының мүшелерін түсініп алу керек. Омыртқаның алдында, мойынның алдыңғы бөлігінде бар бізде ол өңеш, жоғары жақта жұтқыншақ болады. Оның алдында кеңірдек бар. Ол жоғары жақта ол көмей болып табылады. Мына жерде кеңірдек төменгі жағында. Және оның бүйірінде
қалқанша безі бар, грандуля паротоидия бар, және исмус арқылы ол екі жағы байланысқан. Және олардың бүйірінде артерия каротис коммунис, вена югулярис интерна және нервус вага 3 осындай құрылым бар. Яғни бұны тамырлық нервтік шоғыр дейді. Фация эндоцервикалис бұл париетал және висцерал жапырақшасынан тұрады. Висцерал жапырақшасы айтылған мүшелерді жеке-жеке қоршайды. Көрдіңіз бе? Жеке-жеке қоршайды. Ал париеталс оның сыртынан қоршайды да, бірақ жаңа айтып өткен тамырлық нервтік шоғыр будаға қынап түзіп, оларды сыртынан қоршап тұрады. Бұл екі париетал және висцералды шандырдың арасында кеңістік бар. Оны спатиум превисцераль, дәлірек айтсақ кеңірдектің алдында болғасын спатиум претрахеале дейді. Бұл претрахеале төменгі жақта ол көкірек аралықпен байланыс жасайды. Осыны білу керек. Алдың көкірек аралыққа қарай өтеді, сөйтеді кеуде қуысында көкірек аралықпен байланыс жасап тұрады. Егер осы жерде қандай да бір іріңдіктер болатын болса, мойын аймағында ол көкірек аралыққа қарай тарап кетеді. Бұнда ерекшелікте білу керек. Енді бұдан келесі 5-ші шандыр. Бұл алдыңғы омыртқа шандыры деп айтылады. Фация превертебралис. Енді мойынның терең бұлшықеттерін білесіздер, ол омыртқа алдындағы бұлшықеттер бар. Омыртқа алды бұлшық, мойынның ұзын бұлшықеті жатады. Және сатылы бұлшықеттер бар, бүйір жағында. Енді мойынның осы терең бұлшықеттерін алатын болса, осыларды қоршайды да, мойын омыртқалардың көлденең өсінділеріне бекитін ол фация превертебралис. Мойынның омыртқалары мен көлденең өсінділеріне барып қосылып кетеді. Нәтижесінде 4-ші және 5-ші шандырлардың арасында спатиум ретрофарингея, яғни жұтқыншақ арты шандыры қалыптасады. Бұл кеңістік, бұл кеңістік артқы көкірек аралықпен байланыс жасайды. Сондықтан бұл жерде де іріңдіктер, басқа бұзылыстар болатын болса, бұл артқы көкірек аралыққа өтіп кетеді.